Баршаңызға қайырлы күн, менің гүлсер оқырмандарым. Мен сіздерге бүгін агрикола витамин жайлы айтатын боламын. Егер осы витаминді алатын болсаңыз, осы бір жазуына назар аударыңыз. Бойы өспей жатыр десеңіз, азот 23% бойына, фосфор 11% тамырына, калий 23% гүлдеуіне берілген. Ал егер тамыры ауырып, гүлдемей тұр десеңіз, басқа түрін қарастырып көріңіз. Бойына 15% берілген, тамырына 21% берілген, ал гүлдеуіне 25% берілген. Осы бір түрін алыңыз. Гүліңіздің ұзағынан гүлдейді, гүліңізді жайқалтады. Дайындау: 2 литр суға 1 чайный ложканы араластырып, 10 күнде бір рет құямыз. Жаз айларында, ал қыс айында айына 1 рет қолданғанымыз дұрыс. Гүліңіздің иммунитетін көтеріп, шыбын-шіркей жоламайтын, жап-жасыл қанық түс беретін лайфхак бөліскім келіп отыр. Үй жағдайында 2 бас чеснокты жақсылап турап, 1 литр банкіге салып, үстінен қайнаған ыстық суды құйып, 2 күн бойы қойып қоямыз. Оны жақсылап сүзіп алып, гүлдерімізге құямыз. Гүлдердің иммунитетін көтереді. Алоэ оңтүстік Африканың шөлдерінде өсетін суға төзімді өсімдік. Ол үйде көп өсіріледі, бірақ тым сирек гүлдейді. Жапырағы етті шырынды, түсі күңгірт жасыл таспаға ұқсас. Сабағы кейде сүректі болады. Гүл өсіруші әуесқойлар бұл өсімдікті әсіресе дәрілік қасиеті үшін көбірек өсіреді. Алоэ өсімдігінің шырыны қазіргі уақытта көптеген ауруларға ем. Көктем айларындағы ылғалды көптігі алоэға зиян келтіре қоймайды. Мұның есесіне қыс айларында аздаған артық суды өзі өсімдік тамырына зиянды әсер етеді. Сондықтан қысты күні өсімдікті жылулығы 8-12% жерге орнатып, аптасына не 10 күн сайын 1 рет суарған дұрыс. Басқа өсімдіктер сияқты алоэ да жаз айларында жарық жеткілікті және ауа таза болу қажет етеді. Солтүстік жақтағы терезенің алдында тұрып та өсе береді. 2-3 жыл өткеннен кейін көктемде өсімдік көшіріліп отырғызылады. Көшіріп отырғызылатын топырақтың өте құнарлы болуы шарт емес. Ол үшін бақшадағы, ауладағы топырақты қолдана беруге болады. Ондай топыраққа аздап кірпіш және көмір ұнтағын қосып, мұндай топырақта өсімдік жақсы өседі. Өсімдікті көбейтудің ең тиімді жеңіл тәсілі жас өркен алоэны бөліп алып өсіруге болады. Алоэ адамдар дәрілік мақсатта қолдана бастаған алғашқы өсімдік. Қазіргі заманның дамығанына қарамастан, оның танымалдылығы өте жоғары болып отыр. Әсіресе медицина және косметология саласында алоэ шырыны жоғары сұранысқа ие. Алоэ шырынының пайдасы: алоэ шырынының құрамында биологиялық белсенді қоспалардың, микроэлементтердің және әртүрлі дәрумендердің көп болуына байланысты бұл шырынның адам ағзасына пайдасы мол. Ал ас қорыту бездерінің секрециясын жақсартады. Гастрит, созылмалы колит және ас қорыту жүйесіне байланысты басқа да көптеген аурулардың жағдайын жақсартады. Ол ағзаның қорғанысын қалпына келтіріп, жалпы әл-ауқатын жақсартады. Ас қорытылуды қалпына келтіріп, қышқыл рефлекс симптомдарын жоюға көмектеседі. Көптеген тері ауруларды кезінде жазылуы қиын жараларға, ойық жараларды емдеуде алоэ шырынын қолданған дұрыс. Ол үшін алоэ шырыны мен балды тең мөлшерде араластырып, оған 1 ас қасық спирт қосып араластырамыз. Дәрі дайын. Бұл қоспаны стерилді таңғыштар астына күніне 2 рет зардап шеккен аймаққа қолдану керек. Оны тоңазытқышқа сақтау қажет. Алоэ шырыны дерматит, күйіктер,
трофикалық ойықтар экземаға қарсы әсер етеді. Оны күніне 2 рет істеу ұсынылады. Алоэ шырынымен бронх демікпесін және дизентерияны емдеуге болады. Осы келеңсіздіктерден құтылу үшін жарты шай қасық бал және тең мөлшерде сүт пен алоэ шырынын қосып тамақтанудың жарты сағат алдында ішу керек. Бұл дәріні күніне 3 рет және 3 апта қабылдау қажет. Содан соң 14 күн демалып, емді қайта бастау қажет. Иммундық жүйені нығайту үшін жаңа сығылған 150 грамм алоэ шырынын 300 грамм қызыл шарап және 1 стакан бал қосып араластырамыз. Қоспаны 1 апта тоңазытқышта сақтап, содан соң тамақтанудың алдына күніне 3 рет 1 ас қасық қолданғаныңыз дұрыс. Алоэ жай талғамайтын өсімдік болғандығы үшін үй жағдайында өсіру қиын емес. Ол ерекше күтімді қажет етпейді, өте қарапайым өсімдік, алайда пайдасы өте көп. Алоэ шырыны әдетте үйде өсірілетін түрінен алынады. Жарақаттанған теріні тез қалпына келтіру үшін ең ыңғайлы, ең тиімді тәсіл қарапайым алоэ шырынын пайдалану. Терідегі жеңіл және терең жарақаттанған тұстарын микробтардан тазартады. Сонымен қатар сыртқы көрінісіне жіті назар аударып, өз-өзіне күтіммен қарайтын әрбір әйел үшін өз үйінде алоэ өсімдігін міндетті түрде өсіруге кеңес береміз. Өйткені бұл өсімдік бөлмеңізге көрік беріп, ауасын тазартып қана қоймай, сіздің сұлулығыңыз үшін де атқаратын қызметі орасан зор екенін түсінсеңіз әрине. Күнделікті таңертең және кешкісін алоэ гүлінің бір жапырағын кесіп алып, ортасынан ашып, сөлін бетіңізге жағып отырсаңыз, жүзіңіз тұп-тұнық, таза, жарқырап тұратынына көп ұзамай-ақ көз жеткізетін боласыз. Алоэ шырынын әжімге де қарсы қолдануға болады. Жүзіңіздегі алғашқы әжім іздерін түбегейлі жоюға болады. Ол үшін сізге әлбетте алоэ шырынын қолдану қажет. 2-3 дана алоэ жапырағын кесіп алып, оны жуып, шайып алған соң, қайнаған бірақ суытылған 1 литр суға салып, отқа қойып тағы да 5 минут қайнатамыз. 5 минут қайнағаннан кейін дәкемен сүзіп алыңыз. Дайын болған сусынды лосын аздап суытып, бетіңізге жаға беруіңізге болады. Ауа райы салқындап бастағаннан ерін де жарылады, құрғайды. Осындай кезде осы лосынды ерніңізге жағып қойсаңыз, нәтижесі тез байқалады. Алоэ шырынын 5 ас қасық алоэ шырыны 5 ас қасық балды араластырып, таңертең аш қарынға тамақтанудан 30 минут бұрын 1 ас қасық ішеміз. Емделу уақыты 3 апта. Бұл асқазан ауруындағы гастрит, асқазан жарасын емдейді. Видео ұнап жатса лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Мен сіздермен қазір тағы да бір лайфхак ұсынғым келіп отыр. Үй жағдайында алоэны атроскасын қалай шығарамыз, сол жайында бөлісіп кетемін. Сіздерге лайфхак: үйде тұрып қалған бананды кесіп алып, алоэның жас бұтасын кесіп алып, ішіне салып отырғызып, өзіне қолайлы кішкентай горшокқа отырғызып қойсаңыздар болады. Назарларыңызға рахмет. Видео ұнап жатса лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар.